Мемлекетімізде экономикамыздың негізгі көрсеткіштерінен болған кіші бизнес һәм жеке іскерлерді рауаждандыру, бұқараларды іскерлікке кеңінен тарту, олар үшін шариғаттар жарату, микрофирма һәм кіші карханаларда бәнділігі тәмінленбеген жастарды жұмыспен тәмінлеу бойынша районымызда кең көлемді жұмыстар әмелге асырылмақта. Районымыз аймағында 2025 жылдың 1 апрель қалатына 620 қожалық жүргізуші субъектілер мемлекеттік тізімге алынған болып, сонан кіші бизнес субъектілері 444 құрайды. Тізімге алынған кіші бизнес субъектілерінен әрекет етіп тұрғаны 298 субъект болып, сонан 17 субъект жыл басынан жаңадан ашылып, бүгінгі күнде өз жұмысларын жолға қойып, өз қызметтерін халқымызға ұсынбақта. Районымызда тізімге алынған кіші бизнес субъектілерінен санат карханалар саны 43, сауда карханалар саны 114, құрылыс карханалар саны 19, һәмде 165 ауыл қожалық карханалар һәм тағы басқа да қызмет көрсетуші 103 карханалардан ібарат. 2025 жылдың январ-март айларында районымыз аймағында әрекет етіп тұрған санат карханалар тарапынан 13,1 миллиард сомлық санат өнімдері істеп шығарылып, өткен жылдың сәйкес дәуіріне салыстырғанда 112,8% құрады. Орындалған құрылыс жұмыстары 21 миллиард сом болып, өткен жылдың сәйкес дәуіріне салыстырғанда 102,9% құрады. Көрсетілген қызметтер көлемі 29,1 миллиард сом болып, өткен жылдың сәйкес дәуіріне салыстырғанда 107,1% құрады. Ұсақлап сату товар айланбасы 23,5 миллиард сом болып, өткен жылдың сәйкес дәуіріне салыстырғанда 109,5% құрады. Жетілдірілген ауыл қожалығы өнімдері 53,7 миллиард сом болып, өткен жылдың сәйкес дәуіріне салыстырғанда 104,5% құрады һәмде өсім пәті тәминленді.